Сәлеметсіңдер ме балалар? Біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз музыкадағы табиғат құбылыстарына арналады. Сендер сабақ барысында музыкадағы су, жел, от, табиғат құбылыстарымен танысасыңдар. От біздің өмірімізде аса маңызды. Адам отсыз өмір сүре алмайды. От ежелден өмірдің және жылылықтың символы болып есептеледі. Музыкалық саяхатымыздың басында адам өмірінде оттың қандай маңызы бар? Оттың пайдасы мен зияны қандай? Оттан сақтану үшін адам не істеу керек? Деген сұрақтарға жауап бере отырайық. Қазір біз Ресей композиторы Александр Николаевич Скрябиннің Прометей симфониялық поэмасын тыңдаймыз. Бұл отқа арналған поэма. Композитор бұл поэмасын 1910 жылы жазған. Ғылыми мәліметтерге қарағанда поэманың негізіне Прометей туралы ежелгі грек аңызы алынған. Аңыз бойынша Прометей Олимптен отты рұқсатсыз алып келіп, адамдарға сыйлаған. Ол адамдарды надандықтан шығарып, еңбекке баулыған, көмектескен. Олимптегі құдайлар оны кешірмей, Прометейді жартасқа мәңгі байлап қойған. Александр Николаевич Скрябиннің ерекше қасиеті, ол музыканы түрлі түстер арқылы сезетін. Ол осы шығарманы орындау үшін симфониялық оркестр құрамына хор және жарық партитурасын енгізген. Композитордың ойынша, музыкамен бірге түрлі түстерді прожектор сәулелері ауыстырып тұру керек. Прометей симфониялық поэмасы бір бөлімді симфониялық поэма.
От тақырыбына біздің қазақстандық композиторлар да шығармаларын арнады. Мысалы, композитор Серік Еркінбеков Жалын биі шығармасын жазды. Оттың бейнесін тағы қандай өнер арқылы көруге болады? Тор көздерден тауып алыңдар. Қазір жаңа әннің мәтінімен танысып, әуенін тыңдап, айтып үйрену сәті. Тау жағалай желессе, қалың орман шулайды, су бетіне ол жетсе, теңіз толқып тулайды. Жел бір кетсе бұрқанып, жапырақты жылатар, тамырымен қопарып, ағашты да құлатар. Жығамын деп мені де ол, бұрқанады төнеді, бірақ мені долы жел құлата алмай келеді. Достар, кезекті енді әннің әуеніне берейік. Тау жағалай желессе, қалың орман шулайды, су бетіне ол жетсе, теңіз толқып, теңіз толқып, теңіз толқып тулайды. Ваппараппа, 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 па-па-па. Жел бір кетсе бұрқанып, жапырақты жылатар, тамырымен қопарып, ағашты да, ағашты да, ағашты да құлатар. Ваппараппа, 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 па-па-па. Жығамын деп мені дол, бұрқанады төнеді, бірақ мені долы жел құлата алмай, құлата алмай, құлата алмай келеді. Ваппараппа, 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 па-па-па. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар, балалар.